Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, Kaz Masterplay арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Oppo компаниясы ұсынған Find X2 деп аталатын алдыңғы қатарда тұрған үлгісін жариялағым келіп тұр. Oppo компанияның стратегиясы тура өзгерді. Барлығы қарапайым пайдаланушылардың қанағаттануына бағытталған. Іс жүзінде Find X2-де ешқандай ерекшелігі жоқ. Бұл қазіргі заманға сәйкес танымалы смартфон. Бірақ та Find X2-де негізгі ерекшеліктерге ие болды. Оларды бүгінгі шолу бейнемізде айта кетеміз. Ыңғайлы отырып, біздің арнамызға жазылғанды ұмытпаңыздар. Find X2 біз бірнеше жылдар бойы көрген классикалық дизайнға ие. Әсерлі дене, тегістелген бұрыштар және әрине иілген жиектері бар экран. Жақтаулары металдан, ал шеттері болса әйнектен жасалған. Экраны үлкен, 6,7 дюйм құрайды. Оған қарамастан қолыңызға бәрібір жақсы сәйкес келеді. Артқы жағындағы әйнек оңайластанады. Алиафобты жабынды бар, бірақ менің ойымша алиафобты жабындыны жақсырау жасау керек еді. Еске ала кетсек, Find X2 флагмандық санатқа жататынын ұмытпаймыз. Менің жағдайымда смартфон қара түсті керамикалық жабыны бар. Оң жақта қуат түймесі, төменде USB-C және 2 SIM карта үшін ұяшық орналасқан. Сол жақтағы экранға селфи камерасы салынған. Ол мүлдем байқаусыз. Сіз оны селфи жасағанда ғана есіңізге алатын боласыз. Экранның астында саусақ ізі сканері бар. Жылдам жұмыс істейді, бірақ тұрқының дәстүрлі сенсорлары сияқты бірден емес. Бет құлпымен ашу функциясымен пайдалануға болады. Тактильді кері байланыспен тез жұмыс істейді. Ерекшеліктерден түсінсеңіз, бұл жерде AMOLED матрицасы қолданылған. Экранның диагоналы 6,7 дюйм. Ажыратымдылығы жоғары QHD қосу, яғни 3168-ге 1440 пиксель құрайды. HDR10 қосу және 10 биттік түс экранның жаңару жылдамдығы 60 немесе 120 Гц қолдауын ерекше атап өткен жөн. Сонымен қатар 120 Гц жиілігін шектеусіз таңдауға болады. Экранның ажыратымдылығы матрицаның жоғары жарықтығы немесе ойынның басталуы болсын аса маңызды емес. Ең бастысы қосымша 120 Гц жиіліктегі суреттерді көрсете алу мүмкіншілігі болуға тиіс. Яғни экранның жоғары жаңаруы жай сөз болмас. Өзім мен 60 және 120 Гц арасындағы айырмашылықты анық көре аламын. Экран көркемі өте әдемі көрінеді. Oppo Find X2 сағатына 2100 мАh 2 батареяға ие. Яғни жалпы қуаттылығы сағатына 4200 мАh құрайды. Менің ойымша аздау болып тұрғаны жөн. Флагман топтамасына жататын құрылғы сағатына 5000 мАh батареясы болу керек деп ойлаймын. Смартфонды белсенді пайдалану кезінде батареясы таңнан кешке дейін проблемасыз жеткілікті. Ал енді менің ойымша Oppo Find X2 құрылғының ең басты негізгі ерекшеліктердің біреуі бұл зарядтау процесі. Жинақтың ішінде 65 Вт құрайтын қуатты зарядтағыш бар. 37 минут ішінде 0%-дан 100%-ға дейінгі зарядтау процесін аяқтайды. Мысалы, сіз ұйқыдан тұрып смартфонның батареясы 0% көрсетіп тұрса, болжалды айтарлық таңғы асыңызды 20 минуттың ішінде бітіріп болғанша смартфонның батареясы 65% құрайтын болады. Керемет емес пе? Қазіргі заман асыққан өміріміздің ең маңызды функциясы шығар көрермендер. Қалай ойлайсыздар? Oppo Find X2-де негізгі модулінде 3 камерасы бар. Ең бастысы кең бұрышты оптикалық тұрақтандырғыш және 48 мегапиксель құрайтын Sony IMX689 фотосенсоры орналасқан. Екіншісінде ультра кең бұрышты оптика және 48 мегапиксель IMX586 сенсоры бар. Күндізгі түсірімділігі өте жоғары деңгейде. Сонымен қатар ысырма жылдамдығын реттеуге байланысты проблемалар бар. Суреттердегі түстер аздап бозарған. Фокустық проблемалар қараңғыда пайда болады. Нәтижесінде айқындық азаяды. Смартфонда 5 еселі оптикалық және 10 еселі гибридті ұлғайтуды қамтамасыз ететін 13 мегапиксель құрайтын перископтық камерасы бар.
Мұның нақты пайдасы оптикалық тұрақтандыру масштабтауды қолданған кезде де жақсы жарық түсіруге мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамасына келсек, смартфон флагмандық Qualcomm Snapdragon 665 чипсетімен жұмыс істейді. Күткендей Find X2 өте тез жұмыс істейді. 12 гигабайттық жадымен біріктірілген флагмандық чипсет интерфейс пен қосымшалардың тегістігін береді. Ішкі жады 256 гигабайт құрайды. UFC 3.0 жылдам жадының арқасында қосымшалар еш кідіріссіз іске қосылады. Смартфондағы сенсорлық экран мен позиция сенсорлары ойындарды жақсы жұмыс істейді. Adreno 650 графикалық өнімділігі PUBG Mobile сияқты ойындарды максималды графикалық сапада орындау үшін жеткілікті. Күнделікті қолдануда Find X2 тек жүктеме кезінде айтарлықтай қызады. Мен шолудың басында айтқанымдай, мұнда екі динамик қолданылады. Олар стерео дыбыс шығарады. Динамиктер қатты, өте таза және жағымды. Өкінішке орай, бұл құрылғыда 3,5 мм құлақ аспап шығысы жоқ. Қорытындылай келе, Find X2 бүкіл толқыны оның ессіз экранында жатыр. Түстерді жаңғырту, HDR10 қосу, QHD қосу ажыратымдылықты қолдау, әр түрлі жұмыс режимінде және әрине 120 Гц жаңарту жиілігі, соның ішінде ойындар, егер олар оны қолдайтын болса, құрылғыны тек дисплей үшін ғана алуға болады. Шолу бейненің соңында айта кетсек, тактилді керіс байланыс, жылдам зарядтау және стереодинамиктар бұл смартфонның ең жақсы жақтары деп ойлаймын. Ал кемшіліктеріне келсек, сымсыз заряд болмауы, IP68 стандарттарына су мен шаңнан қорғаныс жоқтығын айтқым келіп тұр. Бүгінгі бейнеміз аяқталды. Пікірлеріңіз болса, бейненің астына қалдырыңыздар. Тіпті лайк басып жіберсеңіздер, сізге ризашылығымды білдіремін. Сіздермен болған Тілес Нұржанов, сау саламат болыңыздар.